Тәуекел хан. Тәуекел хан тұсындағы хандықтың ішкі жағдайы. Есім хан. Ішкі және сыртқы саясаты. Тұрсын ханның бүлігі. Құрметті оқушылар, сіздер қазақ хандығының қалай құрылғандығымен таныс болғансыздар. Келесі тақырыптан алатын мағлұматтарыңыз Тәуекел ханның тұсындағы айтулы оқиғалары. Сонымен Тәуекел хан 1582-1598 жылдары билік басына келген кездегі қазақ хандығының сыртқы жағдайы өте ауыр еді. Бір жағынан бұған дейін одақтас болып келген Бұхар ханы Абдаллах хан қазақтарға қарсы шықса, екінші жағынан шығыста моғолдар мен жоңғарлар қазақ жеріне ұдайы қауіп төндіріп отырды. Тәуекел тұсындағы айтулы оқиғаның бірі 1594 жылы Мәскеуге Құлмұхаммед бастаған тұңғыш қазақ елшілігінің жіберілуі болды. Елшіліктің мақсаты Тәуекел ханның тұтқындағы жиені Ораз Мұхаммедті елге қайтару және өзбек ханы Абдаллахқа қарсы күресте Мәскеудің қолдауын сұрады. Орыс мемлекеті де өз жағынан шарттар қойды. Олар мынандай еді. Бірінші, Тәуекел Ораз Мұхаммедтің орнына өз ұлы Үсейінді аманатқа жіберуі тиіс. Екінші, патша бұйрығымен көшімге қарсы соғысу міндеті. Бірақ екі жақтың да шарттары орындалған жоқ. Ораз Мұхаммед кейін сонда қайтыс болды. Кейін Құлмұхаммед елшілігіне жауап ретінде 1595 жылы Мәскеуден Тілмаш Вельямин Степанов қазақ хандығына жіберілді. Қазақ-орыс қарым-қатынастарының дамуы керуен саудасының одан әрі дамуына мүмкіндік берді. Осы кезде көшім хан билеген Сібір хандығы да жойылды. Ресейден Сібірге аттанған Ермак жасағы 1582 жылы көшімнің жасағын жеңіліске ұшыратты. 1598 жылы көшім ханның Орта Азияға бас сауғалауымен Сібір хандығы жойылды. Тәуекел 1598 жылы шайбаниттерге қарсы жаңа жорығын ұйымдастырды. Самарқанд пен Ташкент арасында шайбан әскерін тас-талқан етеді. Нәтижесінде Сырдария бойындағы қалаларды қайтарып қана қоймай, Ақши, Искандер, Мүнши, Ташкент, Самарқанд қалаларын қазақ хандығына қаратты. Інісі Есім Сұлтанды 20 мың әскермен Самарқандта қалдырып, өзі 70-80 мың қолмен өзбек хандығының астанасы Бұқара қаласын қоршауға алды. Бірақ ол Бұқара қаласын 20 күн қоршауда ұстап ала алмады. Осы шайқаста Тәуекел хан жараланып әскеріне Бұқарадан шегінуге бұйрық береді. Көп кешікпей Тәуекел хан қайтыс болды. Тәуекелдің қайтыс болуымен билік інісі Есім хан 1598-1628 жылдар қолына өтті. Есім Сұлтан Ташкент, Түркістан аймағын билеген, қазақтың көп санды әскерін басқарған көрнекті сұлтан еді. Осы кезде Орта Азияда да саяси жағдай өзгерген еді. 1598 жылы Шайбанит Абдаллах ханның қайтыс болуымен, оның ұлы Абдалла Момын мен ағасы Пір Мұхаммедтің аз уақыт билігінен кейін жаңа әулет, бұл да Шыңғыс әулеті, Аштарханиттер, Астраханда билік құрған билікке келді. Қазақ хандығында орын алған саяси бытыраңқылықты пайдаланып, кезінде Тәуекел тартып алған Ташкент, Сайрам, Әндижан жерлерін қайтарып алуды көксеген Бұхар ханы Есім ханмен жасасқан бітім шартын бұзады. Сөйтіп қазақ жерлеріне жорықтар ұйымдастыра бастайды. Алғашқы қазақ-бұқар шайқасы 1603 жылы Самарқан маңында Айғыржар деген жерде болады. Бұқар әскері бұл шайқаста жеңіліс табады. 1611 жылы Бұқар әскерін Имамқұл басқарып, Ташкент түбінде үлкен шайқас болады. Мұнда Есім хан әскері жеңіске жетіп, Бұқар ханы келісімге келуге мәжбүр болады. 1624-1625 жылдары Есім елге қайтып өз ордасын Түркістанда тікті. Бірақ екеуінің арасында билік үшін күрес тоқтамады. 1627 жылы Есім хан қалмақтарға жорыққа кеткен кезде Ташкент билеушісі Тұрсын Сұлтан Түркістанға Есім хан ордасына өз отрядын жіберіп, олар ханның әйелін, балаларын тұтқынға алып, адамдарын соққыға жығады. Кейін Ташкент маңында Есім хан мен Тұрсын арасында шайқас болып, Тұрсын Сұлтан қаза болды.
Есім хан Тұрсын ханды қолдап бейбіт елдің тыныштығын бұзған Қатаған руын да жазалайды. Бұл оқиға тарихта Қатаған қырғыны деп аталады. Бұхар ханы Имамқұл Ташкентті билеу туралы грамотаны Есімге табыс етеді. Осылайша Есім хан екінші рет билікке келді. Ішкі алауыздықтың қаупін жақсы түсінген Есім хан елді жуастып бағындыру саясатын жүргізді. Сондықтан ол қанға қан, кек алу, құн төлеу, зекет, ұшы жинау, айып салу, діни патриархалдық ескі салтқа арқа тіреу және тағы басқаларды уағыздады. Есім ханның бұл заңдары Есім ханның ескі жолы деп